Ассалаумағалейкум қадірменді достар. Бүгін мен мына осы салынған үйге осыған дейінгі фундаментке, тасқа, арматураға осыған кеткен базадағы шығындарын барлығын сіздермен бөліскім келіп тұр. Кіреберіс алдындағы. Осы жерден былай кірем. Мына жерде гипсографиямен былай бөлінеді. Туалет ванна болады, осы жерден кіретін. Мына жерден бөлінеді. Туалет ванна olsun. Мына шамы мына жерден гипсографиямен бөлінеді. Сонда осылай үйге кірем. Осылай үйге кірем. Мына жерде зал болады. Зал. Содан мына жер менің комнатам болады. Осылай кірем. Мына жерден бөлінеді дедім ғой бана. Мына жер біздің комнатамыз болады. Менің яғни. Сосын мына жерден шағын коридор. Осылай мына жерден былай бөлінеді. Былай бөлінеді ғой, в общем. Мына шамадан бір есік болады. Детский комнат. Мына жерде холл алдындағыдай телевизор қарап отыратын. Айттым ғой былай. Диван. Диванда телевизор қарап былай отырам ғой. Осы жерде жар болады. Жарда телевизор қарап отыруға. Содан мына кухня болады. Қарамағасы арка осылай. Алдыңғы видеомда көрсеттім ғой. Кухня шағын үй, енді өзіміздің жағдайымызға қарап. Бірақ шағын болғанмен енді дизайн барынша енді европалық стильде жасап жатыр. Молниктер, шамдар бәрі белгілі енді. Ана жерлерде шам білем. Ана жерлерге шам. Екі жерге шам түседі. Жар шамдар әдемі. Осылай. Осындай жағдай. Үйіміз осы. Салынып жатқан шағын енді қатты алып батқан. Нәмді емес, бірақ енді. Осылай, сосын есігін ашып кетеміз. Шағын енді ағаш бүгін сұрықпайын. Әнжелерін жабам қазір. Балкілерін стропил алған. Мына жерде ертең мына жердің бәрін әдемілеп жабам. Мына жерде типа террасы ғой мынау дейді. Террасы осылай. Осы жерден кетем, ішке кіреміз. Может көрем, ойланам, қалай жабам. Может штакетникпен жабам, ағашпен или пластикпен әдемі қылып әйнек қылам ба стекло. Көрем, ойланам, қалай істейтінімді. Ішін күшті болып істеймін, газы тартып, кәдімгідей четко болып бәрін. Соңғы үлгідегі. Мына жерде баспалтақпен былай түсіп кетем. Осы жерде баспалтақ болады. Тук төмен түсіп кетем. Мына жерде баспалтақпен, бана баспалтақпен. Мына жерде міне түк мынаның биіктігінде осы шамадан болады. Биік. Алдында да айттым ғой. Мына жерде былай полный стойка. Стойка. Биіктік фундаменттің бірде алып бетон қоямын да. Осы жерде мінем. Үйдің ана шетіне дейін солай болады ғой. Биік. Ана шетінен баспалтақпен түседі. Мына стойка. Мына жерлерде стойка. Шамдармен. Төбесін бірге жауып. Солай жасайын тұр мен. Тасты бірінші рет қалаптым, қалай? Өреген жақсы ма? Өзім қалағаным бірінші рет. Бұрыштары қалай шыққан? Жеткіз бар ма, жоқ па? Ол енді бағаларын цементке құйған, кеткен бағаны тасқа, ертең армапойысқа отдельно сүрейін лучше. Жасап болғаннан кейін. Тек мен фундаментпен, ракуш тасқа, сосын кладкаға кеткен бағаларын осы видеоның соңында түсіріп кетем. Өзім салып бардым ғой, дым стройкадан хабарым жоқ.
вообще салмаған бұрын. Адамның талантын ішінде жатады деп айтады ғой. Сол рас екен. Қолынан, любой адамның қолынан іс келеді, просто ниет болу керек. Желание ма қалай? Солай бастап кеттім мен де. Қалап, 5 қатарын қалап көрдім. Егер қалай алмасам, онда біреуге қалатам дедім. 5 қатарын қаладым. Уровендерін бәрін тексердім, диагоналын тексердім. Вроде нормально, тип-тегіс. Сосын өзім бастап кеттім осылай. Мен бітіп жадым. Бітіп қалдым. Енді ана жақ дейтін енді қоғып жатыр ғой әлі. Алдымдан бір мусор түсірдім, мен шығардым да жерден. Достар, арна тіркеліп, қазақ тілдарынан қолдап, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде подписать етіп кетіңіздерші. Маңызды мен үшін. Достар, үйге кеткен материалдың шығыны міне осындай. Барлығын өзім салып шыққасын, ешқандай жұмысшыларға ақша кетпеді. Керектеріңізге жаратыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.